Сәлем достар, сіздермен бірге Аралбаева, сіздермен бірге маш көжек пісіретін боламыз. Ол үшін бізге ет, жуа, картошка, сәбіз және чеснок, өрме бұршақ, маш және күріш керек болады. Бірінші етті жақсылап қуырып аламыз. Және оның үстіне жуасын салып, оны да кейін қуырып алып, сосын үстіне чеснок пен сәбізін салатын боламыз. Сәбіз әбден қуырылғаннан кейін үстіне картоплын салатын боламыз. Қуырылып болған соң керегінше су құямыз. Сосын ет піскеннен кейін үстіне салмаларын сала беретін боламыз. Бірінші өрме бұршақты саламыз. Оны 15 минут қайнатып, сосын машын салатын боламыз. Маш піскен соң күрішін салып қайнататын боламыз. Тамағымыз дайын, сіздерге ас болсын. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.